Барша мұсылман баласына белгілі желтоқсан айының 22 жұлдызы Мәуліт айы кіріп, күллі ғаламның рахым нұры болған ақырғы пайғамбар Мұхаммедтің туылған күні. Осы мәртебелі мерекеге орай киелі өңірдегі Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің мәдениет сарайында мешіт қауымдарының ұйымдастыруымен қала жұртшылығы жоғары деңгейде атап өтті. Аталған шараға Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша бас имамы Ахметжан Керімбеков арнайы келіп қатысты. Жиынның басы пайғамбарымызға салауат айтудан басталды. صلى الله عليه وسلم ورضعنا ثدي وصله قبل أيام الرضاع وعلى عشق الجمال طبع لله طباعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Сондай-ақ қош келдің Мәуліт атты рухани кеште қала тұрғындарымен жүздескен Ахметжан Керімбеков дәстүріміз бен ғұрпымыздың дінмен астасып жатқандығын, қазақы болмысымыздың өзінен мұсылмандық сипат айқын аңғарылатынын айта келіп, елге, жерге қызмет етіп, салт дәстүрімізді дәріптеп, дамыту, дінімізді берік ұстану керектігі турасында көпшілік қауымға насихат айтты. Шын мәнінде бұл Мәуліт айы әлем мұсылмандары үшін бір ерекше ай, ерекше бір уақыттар. Осы айларда өздеріңіз ақпараттан көріп отырсыздар, әлемнің түкпір-түкпірлерінде, түрлі деңгейлерде пайғамбарымызға деген сағыныштарын білдіріп жатыр, пайғамбарымызға деген сүйіспеншіліктерін білдіріп жатыр. Пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи вассалам бірде сахабалармен отырған сәтінде мен бауырларымды сағынамын деген екен. Сонда сахабалар сұрайды: я Расулулла, біз де сіздің бауырыңызбыз, яғни біз де сіздің қасыңыздамыз. Қандай бауырларыңызды сағынып жатсыз дегенде, пайғамбарымыз айтқан екен: сендер менің сахабаларымсыңдар. Ал менің шынайы бауырларым, ол мені көрмесе де маған иман келтіріп, мені пайғамбар деп мойындап, иман келтірген үмметтерім деп, бұл сіз бен бізді айтқан екен. Пайғамбарымыздың сағынышына лайық болған үммет болуды әрбірімізге Алла нәсіп етсін. Пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім мені сағынса, мен де оны сағынам дейді. Кімде-кім шынайы мені жақсы көрсе, мен де оны өзгеден ерекше шынайы жақсы көрем дейді. Иншалла, мынау және пайғамбарымыздың өсиетінде де хадис шәрифінде айтады: кімнің жүрегінде Аллаға деген махаббат, кімнің жүрегінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат болса, оның денесін Алла Тағала тозаққа харам қылады дейді. Мінекей пайғамбарымызды жақсы көрудің өзі қаншалықты деңгейдегі бір қайырлы бір амал екенін байқап отырмыз. Мынау пенде бір адамды жақсы көрсе, сол жақсы көргеннің көңілінен шығуға бар мүмкіндігін, бар күш-жігерін салады. Мәселен, бала анасын жақсы көреді делік, мүмкін соны қайтсем де сол анамды ренжітпесем екен, анамды қашанда қуантып жүрсем екен, анамның жаңағы маған деген бір жылы шырайлы, сондай бір жақсы көрген, бір тәтті көзімен, сөзіменен мені бір қуантса екен деп, сондай әсерде болады екен, сондай жақсы жылы әсерлерде күтеді екен. Мінекей сол секілді бұл пайғамбарымызды жақсы көрудің өзі сіз бен біздің өзімізге қажет нәрсе. Яғни біз пайғамбарымызды шынайы жақсы көру арқылы сол пайғамбарымыздың жақсы деген, жақсы көрген үмметінен болуға әрекет етеді екенбіз. Сонымен қатар асыл пайғамбарымыздың әрбір амалы мен мінез-құлқын ғұмырлық үлгі етіп, күнделікті өмірімізді, амалымызды сүннетке сай ету мұсылман баласының міндеті екендігін атап өтті. Түркістан жұртшылығын Мәуліт мерекесімен құттықтап, қала әкімдігіне және бір топ азаматтарға алғыс хаттары мен Құран кітабын тапсырды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша өкілдігінің атынан алғыс хат құрметті Әліпбек Шәріпбекұлы. Сіз рухани қаламыз, Түркістанда қасиетті дініміздің, қаланың дамуы, өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосып, жақсы істің бастамашысы болып, жанашырлық етіп жүргеніңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз.
Сіздің ислам дінінің өркендеуі үшін игі істің бастамашысы болуыңыз, әрбір жанның жүрегіне имандылық нәрін ұялату жолындағы үлкен сауапты қадам болады деп білеміз. Алдағы уақытта да еліміз, дініміз үшін талмай қызмет ете береді деген сенімдеміз. Алла Тағала отбасыңызға амандық, жұмысыңызға береке берсін делінген осы шынайы лебізімізді алғысатымызды жеткізсеңіз. Адамзат баласының абзалы болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа ұлықта дара сипаттарын саналы ұрпақ қашанда дәріптей бермек. Аталмыш шарада өнерлі жастар пайғамбар жайында көріністер қойып көпшілікке тарту етті. Түсімде бір кісі, ей Әмина, сен әлемге хайыр, береке әкелетін сәбидің анасы боласың. Оның атын Мұхаммед деп қойғайсың. Бірақ оны ешкімге айтушы болма деп көзден ғайып болған еді. Сөйтіп жүргенде босанатын уақытымда келді. Үйде отырған бір кезде құлағыма бір түрлі дауыс естілді. Қорыққанымнан не істерімді білмей сасып қалдым. Дәл сол сәтте қасыма ақ құс пайда болды. Жаныма келді де арқамнан қанатымен қақты. Сол-ақ екен, қорқынышым сейіліп сала берді. Айналама көз жүгірткенімде ақ кесемен ұсынылған шәрбатты көрдім. Шәрбатты қолыма алып ішті. Сол кезде жаным мен тәнімнің нұрға бөленгенін сезіндім. Міне, содан соң Мұхаммедім өмірге келді. Осындай игі рухани кештен әсер алған қала тұрғындар риясыз көңілдерінің ыстық сезімдер арта түсіп, пайғамбарымызға деген сағыныштар жүректен шынайы қуанышқа бөлегендей. Мынау бірінші кезекте осы биылғы жылы Рабиул Ауел айының 12-ші жұлдызы 22-сінен 23-не қараған түнде кірді. Мәуліт күні, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келген күні. Біз бұл күнді ғана емес, жалпы осы айды тойлап өтеміз. Келесі айларды да осы Мәуліт айы деп пайғамбарымызды дәріптеумен өтеді барша үммет. Осы барша салауаттарымызды қабыл етіп, Аллах үміт тілегімізге жеткізіп, пайғамбарымыздың үмметтерінің қатарынан болып баршамызға нәсіп етсін. Мәуліт айы құтты болсын. Ал енді осы Мәуліт мерекесін күтіп алу бізде екі түрлі жолменен. Біріншісі, ертеден, бабадан дәстүр болып қалыптасқан Барзанжи мәулітін оқу. Ол мәуліттерді міне өзінің араб тілінде құтбаларын оқып, соңынан болатын жақсы үмітпенен жасалатын дұғаларын оқып, әртүрлі үйлерде, шаңырақтарда, мешіттерде, ұжымдарда орындалып жатқан жағдайы бар. Екінші бір мәулітті өткізетін екінші бір дәстүрге айналған нәрсе кейінгі кезде ол заманауи түрде бір кеш өткізу. Бұл кеште қазіргі заманда жастар қалай жүр, оны да насихаттап, яғни ол жерде де біз қалай болуымыз керек еді. Арқаға қарап біздің жаңағы ескірмейтін жаңа күйінде қалған қасиетті дінімізге, діннен қалған дәстүрге көңіл бөлуіміз туралы насихат жүреді. Және де тағы басқа сол бағдарлама бойынша біз кеш қылып айтатын себебіміз елге білінсін, мәуліттің келгенін сезінсін деген ниетпенен. Ал қалғаны әрқайсымыз өз шаңырағымызда отырып болсын, болмаса ағайын туыс достарымызды жинап жамағат болып болсын, осы Барзанжи мәулітін оқып дұға қылсақ, оның сауабы өте шексіз. Жанна Әлембаева, Әбубәкір Нарбайұлы, Тұран, Түркістан. Әлемнің таң қалдырар таңғажайып қызықтары көп дегенге сенген бала атаулы жыл 12 айда бір келер жаңа жыл мерекесін шат-шадман шаттықпен тойлауға құштарақ. Олардың қиялында тауладан асып, нулы ормандардан өтіп, талай қиындықтарды жеңіп өздеріне келетін аяз атаны сағынышпен күтеді. Тіпті алдын ала хат жазып, тілектерін айтады. Осындай жаңа жылдық мерекеге өңіріміздегі 320 орынды Балғын Ясли балабақшасында ерекше аталып өтті. Бүгін
біздің балғын балабақшасында, Түркістан қаласында 320 орындық балғын балабақшасында жаңа жыл кеші өтіп жатыр. Бүгінгі жаңа жыл кешінде балабақшамызда өте кішкентай бүлдіршіндеріміз, балаларымыз жақсы көңіл көтеріп, жақсы өтуде. Яғни біздің Түркістан қаласының азаматтар мен азаматшаларын, кішкентай бүлдіршіндерін, мынау педагог халқын, педагогтарды жаңа жыл келе жатқан мейраммен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы жаңа жыл тек бақыт, жақсылық, жаңа табыс, жақсы жаңалықтармен келе берсін. Мешін жылы, қой жылы бізге өте жақсы жыл болып өтті. Мешін жылда дәл осылай еліміз тыныш болып, аспанымыз ашық болып, көк туымыз төбемізде желбірей берсін. Жаңа жыл тағы да құтты болсын. 2012 жылы бой көтеріп, есігін айқара ашқан мекеме балапан бағдарламасы аясында құрылып, қызметін жасап келеді. Жаңа жылдық мерекеге балаларға түрлі қойылымдар қойып, көңілдерін көтерді. Жаңа жылдық мерекенің басты кейіпкерлері Аяз ата мен Ақшақар балаларға ойын ойнатып, түрлі әуендерге би билетіп, әсем ән шырқатты. Жүздері балбұл жайнаған балалар жаңа жылдық ертеге саяхат жасағандай күйге бөленіп, Аяз атамен бірге түрлі ойындарды ойнаса, ал өзге балалар да өнерден құралақан емес. Шыршаны айнала би билеп, тақпақтарын айтты. Бірде-бір балақай жаңа жылдық сыйлықтардан құралақан қалған жоқ. Жаңа жыл белгісіне айналған Аяз ата мен Ақшақар балаларға ойын ойнатып, өнерлерін тамашалап, сыйлықтарын үлестірді. Балабақша заман талабына сай жабдықталған. Мұнда әр балаға 3 мезгіл тамақ беріп, денсаулықтарына ерекше көңіл бөледі. Тіпті аптасында түрлі көкөністер мен балдардың сүйікті тағамы сөзбен түр-түрмен де қамтамасыз етеді. Бала болашақтың жарқыны. осыдан балабақша ұжымы әр балаға жаңа жылда ерекше сыйлық жасауды жөн санапты. Мерекені осылайша ерекше атап өтті. Жанна Әлімбаева, Әубәкір Нарбайұлы, Тұран, Түркістан. Қабылдауға 8 тұрғын жазылған. Соның алғашқысы жергілікті мекен-жайға тіркеп беруді сұрайды. Ол мәселесі Кентау қалалық ішкі істер бөлімінің айтуынша дүйсенбі күні орындалады. Одан кейін жұмыс мәселесі отын судан көмек сұрай келген тұрғындардың арызын қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев шешімі табылатынын жеткізді. Бұл қазір Шымкент қаласында ресми түрде қазір тіркелген Шымкент қаласында. Сол қазір листовка будиясына әкеп, осына Кентау қаласына тіркеуге жәрдем береміз. Қарнақ елді мекенінің шет жағында орналасқан 2-8 километр. Бірақ алайда бұл 4 баласы бар. Осы кісінің 4 баласына бола Қарнақ мектебінің бірінші сабағын 9:20 қылдық. Қалалық бөлімнің бұйрығымен мектептің педсоветпен. Осы кісілердің балаларына бола 9:20 басталды сабақ ол мектепте. Бірақ бұл мәселе уже шешілді. 2016 жылы қаржы бөлінді. Қарнақ ауылды мекеніне 2707 тұрғын бұл кісілердің балаларын тарту жасайды. 2016 жылдан бастап. Иә, январдан бастап. Қазір осы кісілердің балаларына бұл ақша. Онда бір аптадан кейін
шешеді екен ғой мәселе. Ақша бөлінді. Ақша бөлінді, шешілді. Аталмыш жиынға облыстағы басқарма басшылары, Кентау қалалық бөлім басшылары қатысып, әрбір тұрғынның арызына құлақ түрді. Кентау қаласына қарасты Қантақ ауылынан 3 бірдей өтініш келді. Оның бірі мемлекеттік мекемелерге жылу жүйесі тартылса десе, екіншісі ауылдың орталығында қанша жылдан бері қараусыз қалған 2 қабатты нысанға құрылыс жұмыстары жүргізіліп пайдалануға берілсе деп көмек сұрады. Сонымен қатар малға жайылым жер сұрайды ауыл ақсақалдары. Кезінде ауылға жақын жайылым жерлер Түркістанға қарасты Қаратау қорығына кіріп кеткен. Енді міне содан ауыл тұрғындары жер жайылымынан таршылық көруде. Оңтүстік Қазақстан облысы Нұр Отан партиясының бірінші орынбасары Берік Оспанов Кентау Түркістан қалаларының басшыларын жинап, бірлесе отырып ақылдасып, бір шешімін табармыз деді. Тіпті бұл мәселенің облыс әкіміне де жіберетін боламыз деп, ауыл ақсақалының өтінішін сол уақытта жауабын береміз деді. Қантақ ауылы бұрын кент поселке болған, тұрғындарымыз бәрі қаладағы өндірістер жұмыс істеген. Мына комбинатта, экскаватор заводында, трансформатор, ШТП, тағы өндірістерде. Кейіннен 2005 жылы ауыл статусын алып, қазір Қантақ ауылында бұрынғы жұмыс істеген нақты көңіл бөлмеген, қазіргі уақытта малға жайылым керек болып тұр. Қазір шешім етсізді мәселесі. Сондықтан оны мен қазір бөлек бақылауға алып, өткенде мысалы бір азамат деген етті экспорттау мәселесі бойынша. Сонымен тиісті мамандар жинап, бұл мәселені шештік. Сол сияқты сіздің мәселеңізді бөлек қарамасақ, қазір қандай шақыру керек. Сондықтан оны қосымша сізге хабар береміз. Тағы бір мәселе ол басшы мен ұжым арасындағы даудамай. Кентау қаласындағы облыстық жансая ауру балаларға арналған шипажайда шу шыққан болатын. Қазіргі таңда құзырлы органдар мен еңбек инспекциясы және облыстық денсаулық сақтау басқармасы тарапынан тексеру жұмыстар жүргізілуде. Арыздарын арқылай келген ұжымға Берік Серікұлы барлық тексерулерден соң әділ шешім шығатынын, сондай-ақ бұл мәселе Нұр Отан партиясының бақылауында болатынын жеткізді. Осылайша қоғамды қабылдауға қатысқан әрбір тұрғын сауалдарының жауабына қанағаттанып қайтты. Жанна Әлімбаева, Серік Нысанбаев, Тұран, Түркістан. Салтанатты жиын қаладағы шашу би тобының қазына биімен ашылып, көпшілікке тарту етілді. Алғы сөз алған қалалық білім беру бөлімінің басшысы Нұржамал Әбілдаева 2015 жылда атқарылған жұмыстарға тоқталып, жеткен жетістіктермен бөлісті. Индикативті қойып атқан талап 11 сыныптарда стандарттың барлығын оқушылар 42% орындау керек деген бітіруші сыныптар. Кентау қаласының балдары 4 пен 5-ке бітірген балалары 42-де 8% болды. Жарастану математика бәрін 36%-ға жеткізу керек деген Кентау қаласы 37%-ға жеткізді. Гуманитарлық саладағы бітіруші сыныптардың білім сапасы 40 болу керек, Кентау қаласы 41-де 5%-ға орындады. Және де бүткіл республикалық ғылыми жобада біз 8 орын аламыз дегенбіз, Кентау қаласы 8 орын алды. Айта кетейік, 4 жыл қатарынан Кентау қаласы ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғары көрсеткішке ие болып келеді. Әрине бұл жерде ұстаздардың да қосқан еңбегінің үлесі зор. Жасалған еңбек еленуі керек деген қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев ең үздік мектеп номинациясын тапсырды. Бұл өте орынды, өте дұрыс. Бұның барлық мәні бар, яғни мотивациялық мәні бар. Бұның тәрбиелік мәні бар деп ойлаймын. Себебі біріншіден еңбек әр уақытта бағалану керек, еңбек аталу керек. Оны біздің мемлекетімізде де мысалы елбасының пәрменімен анықта белгіленген наградалық үлкен марапаттар бар. Соның бәрі де осы жасалған еңбектің құрметіне, сол еңбектің нәтижесіне берді. Үздік мектеп 2015 номинациясының иегері Ататүрік атындағы нөмір 4-ші мектеп-лицей. Мектеп басшысы Папақова Айшолпан. Құттықтаймыз. Осындай үрдісте қалалық мәслихат хатшысы, қалалық прокуратура жаңашыл шығармашылық мектеп 2015, үздік ұстаз 2015 номинацияларын тапсырды. Жаңашыл шығармашылық мектеп 2015 номинациясының иегері Махмуд Қашғари атындағы мектеп лицейі, мектеп басшысы Ақмурзин Аділбек.
Жалпы Кентау қаласында білім туралы заңды іс жүзінде асыруда жауапты 23 жалпы білім беретін мектеп, 21 мектепке дейінгі мекеме, 5 мектептен тыс мекеме, барлығы 49 мекеме қызмет етеді. Осы мекемеде 1601 ұстаздар мен 460 тәрбиешілер қызмет жасайды. Оқушылардың жетістігі ұстаздың жемісі. Өткізілген шарада сол еңбектер бағаланып, құрмет көрсетілді. Бірақ осыдан 3 жыл бұрын 20-ға жуық құқық бұзушылықтар болатын. Биыл 3-тен 2 төмендеуіне қол жеткіздік. Сол осы бағытта жұмысты бірлесіп ары қарай атқара берейік, құрметті ұстаздар. Әмбебап безендіру балабақшасы 2015 номинациясы иегері Алмагүл балабақшасы. Балабақша меңгерушісі Намасаидова Гүлмира. Құттықтаймыз. Ұстаз ұлы тұлға, оларға қандай құрмет қошемет жасалса да артық етпейді. Себеп кез келген адам ұстаздан тәлім алып, өмірге қадам басады. Салтанатты жиында 10-ға жуық номинациялар ұсынылды. Еңбектері еленген ұстаздарға қаланың өнерпаздары әсем әуендерін арнап, көңілдерін көтерді. Жанна Әлімбаева, Серік Нысанбаев, Тұран Түркістан.